Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жақсы отырамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен алдыларыңызға жаңағы құралдар бердім. Тәжірибе жасайтын құралдар бердім. Мынау бізде не болып табылады? Жүк. Мынау динамометр нені өлшейді? Күшті өлшейтін құрал. Ең бірінші кезекте сіздер ауадағы салмағын өлшеп аласыздар. Яғни бұл кезде біз қай күшті өлшеп жатырмыз? Ауырлық күшін. Ауадағы салмағын өлшеп аласыздар да. Одан кейін бұл жүкті неге саласыздар? Сұйыққа саласыздар. Сол кезде не байқадыңыздар? Соны айтасыздар. Келістік бар. Ал ондай болса іске ал жұмыс жасаймыз. Ауадағы салмағы қаншаға тең болды сіздерде? 1 ньютонға тең. Жақсы, енді суға салыңыздар. 0,5 ньютон. Ойланып отырыңыздар. Біздің салмағымыз не істеп қалды? Азайып қалды. Сіздерде қанша? Ауадағы салмағы қанша? 2,5 ньютон. Жақсы, суға салғанда қанша болды? 2 ньютон. 0,5 ньютонға азайып қалды. Неге деп ойлайсыңдар балалар? Осы құралдарыңызды қойып қойыңыздар. Неге деп ойлайсыңдар? Біз сұйыққа салып едік, біздің жаңағы жүгіміздің салмағы азайып қалды. Неге деп ойлаймыз? Өз ойларыңды айта ғой. Қалай деп ойлайсыңдар? Не әсер етті дейсің, Бегімай? Айта бер өз ойыңды. Өз ойыңды айта ғой. Азайған себебі бұл жерде суға салған кезде сұйықтан бір жоғары қарай бір күш итерген сияқты болып тұр, Біз жүкке тиіскен жоқпыз, массасын өзгерткен жоқпыз. Бірақ сұйыққа салып, жаңағы төменнен жоғары қарай бір күш итерген сияқты болды. Солай ғой, балалар? Ондай болса, біз балалар бүгін Архимед заңын өтеміз. Бұл сабақта біз Архимед заңы дегеніміз не? Оның физикалық мағынасы не екенін түсінеміз, және ол қайда қолданылады, қалай қолданатынымызды түсінеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты не болмақ? Кім айтады, Бегімай? Кері итеруші күш Архимед заңын білеміз. Өте жақсы, Жігер. Кері итеруші күштің табиғатын түсінеміз. Өте жақсы, тағы да Әлшер. Есептер шығаруда Архимед заңының формуласын қолданамыз. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты түсінікті ғой, балалар? Керемет. Ондай болса, біз бұның алдында қандай тақырыптар өтіп едік? Естеріңдер, Сабина? Манометрді өткен болатымыз. Сұйықтың қысымын өткен болатымыз. Қатты денелердің қысымын өткеніміз. Соңғы тақырыбымыз манометр дегеніміз не? Жаңағы атмосфералық қысым дегеніміз не? Оны қандай құралмен өлшейміз соларды? Ондай болса, балалар, сендерге жаңағы білімдерімізді тексеріп алайық. Жаңағы сендерге сәйкестендіру бойынша тапсырма беріледі. Сәйкестендіру бойынша. Бұл жерде жаңағы, мысалы, манометр дегеніміз не? Соны қоясыңдар да, соның жауабын қоясыңдар. Манометр дегеніміз не? Мына жерде анықтамасын табасыңдар. Сол сияқты жаңа сфигма манометр. Бұларды қазір Бурдо манометрі, бұларды біз оқулықта жоқ, бірақ қосымша не істегенбіз? Білім алғанбыз. Жақсы, Ерназар. Сен қайсын аласың? Бурдо манометрі, Ол металл манометр. Дұрыс па, балалар? Жақсы, Бегімай. Тез. Өте жақсы. Келесі Бегүлсін. Жақсы. Жігер. Манометр дегеніміз не? Атмосфералық қысымды өлшейді. Жақсы. Және сорғылар. Әлшер. Сорғылар дегеніміз атмосфералық қысым әрекетіне негізгі құрылғылардың бірі. Молодец. Ал енді қаншалықты дұрыс жауап бердік, балалар?
не істейміз? Тексерейік. Қане тексерейік. Отыра ғой. Өте жақсы балалар. Сендерге бағалау қағазын беріп қойған. Сол бағалау қағазына не? 1 балл деп өздеріңе белгілеп қойыңдар. Өте жақсы меңгеріпсіңдер балалар. Енді балалар, осы кері итеруші күшті қалай анықталды? Бұның шығу тарихы кім? Кім зерттеді? Біз атап отырмыз Архимед заңы деп отырмыз, яғни Архимед деген ғалым зерттеген болатын ғой, яғни бұл заңның ашылу тарихын түсінейік. Ол үшін біз назарымызды экранға аударайық. Мен Архимедпін, ежелгі грек ғалымымын. Мен сұйықтықтардағы ерекше бір заңдылықты аштым. Мен денені суға батырғанда оның жеңілдейтінін байқадым. Бұл жай кездейсоқ құбылыс емес еді. Суға батырылған әр дене жоғары қарай итеріледі. Бұл күш судың әсерінен пайда болады. Бұл күшті кейін Архимед күші деп атады. Ол денені судың ішінен жоғары итереді. Дененің суға батырылған көлемі артқан сайын кері итеруші күшті күшейе түседі. Мұқиятты дайымыз қазір қолданамыз. Церкаус деген патша болды. Ол маған тәжінің таза алтын екенін анықтауды бұйырды. Мен бір күні ваннаға су толтырып шомылмақ болдым. Мен патшаның тәжінің көлемін анықтау туралы ойладым. Ваннаға отырған сәтте судың сыртқа аққанын көрдім. Сол кезде тәждің көлемін дәл осылай анықтауға болатынын түсіндім. Мен шешімді тапқаныма қуанып, Африка деп айғайладым. Қуаныштан көшеге жүгіріп шықтым. Патша маған алтын тәждің тазалығын тексеруді тапсырды. Мен судың ығысуы арқылы шындықты анықтадым. Мен тәжді суға батырғанда судың деңгейі көтерілгенін байқадым. Сол кезде көлем мен салмақтың байланысын түсіндім. Егер тәж таза алтын болса, суды дәл мөлшерде ығыстырар еді. Осылайша мен тәждің шын емес екенін дәлелдедім. Бұл күшті кейін Архимед күші деп атады. Ол денені судың ішінен жоғары итереді. Қайықтардың жүзуі де осы заңмен түсіндіріледі. Су оларды жоғары қарай итеріп ұстап тұрады. Түсіндік па балалар, Яғни кім анықтаған екен бұл заңды? Архимед. Грек ғалымы 2000 жыл бұрын анықтаған екен. Қалай анықтаған екен? Қалай анықтады? Оған патша не береді? Тапсырма береді. Жаңағы тәжі таза алтыннан жасалған ба, әлде қоспасы бар ма? Соны анықтауды бұйырады, Сол кезде тәжінің несі жоқ? Біргекі көлемі жоқ қой. Сол көлемін, ол мысалы тік төртбұрышты болса, немесе жаңа шеңбер тәрізді болса, біз оның несін өлшей аламыз, көлемін өлшей аламыз. Бірақ тәжінің көлемі жаңағы нақты болмағандықтан оны өлшей алмады. Содан Архимед не істеді? Ойланды, қалай анықтаймын деді. Сосын не істеді ол? Суға түсті, ваннаға түсті. Сол кезде нені байқады? Судың төгілгенін байқалды. Яғни жаңағы су төгіледі, неге байланысты? Заттың көлеміне байланысты. Түсінді ма балалар? Жақсы. Ондай болса, Мен Архимед. Ондай болса, яғни бұл жерде сұйыққа батырылған дене, жаңағы Айбат айтты, сұйыққа батырылған дененің көлемі, біз денені саламыз ғой, сонда не ығысып шығады? Су ығысып шығады, Сол ығысып шыққан су көлемі неменеге тең болады екен? Дененің көлеміне тең болады. Балалар, енді Архимед күші қандай шамаларға тәуелді екенін тәжірибе арқылы көрейік. Сіздерге жұмыртқа берілген, таза су берілген және тұзды су берілген. Бірінші таза суға саласыздар, бақылайсыздар қандай құбылыс болатын. Одан кейін тұзды суға саласыздар және қорытынды жасайсыздар. Кесіп па, жасай беріңіздер. Сіздерге балалар пластилин беремін. Пластилинді бірінші жаңағы мынандай жаңағы қай күйінде тұр, сол кезде суға саласыздар және бұл пластилиннің көлемін үлкейтіп жайып саласыңдар. Не байқайсыздар? Қандай қорытындыға келдік, соны айтамыз. Ал жасаймыз.
Жақсы, иә. Жақсы, көлемін үлкейтіп жатсыздар, өте жақсы. Мынау батып кетті, иә. Ол көлемін үлкейтіп едік, жарайды, Бегімай. Аха, сіздікін көрейік, Ерназар. Аха. Қане, Сабина, сіздікін көрейік. Иә. Көлемін кішкене үлкейтіңіздер. Өте жақсы міне. Көлемін үлкейтіп едіңіздер, батпайды, иә. Жақсы, кім қорытынды жасайды? Қане, қорытынды жасайды. Кім қорытынды жасайды? Қане, Жігер. Біз жұмыртқаны тұзды суға және таза суға салып көрдік. Ол таза суға салғанда ол батып кетті, ал тұзды суға салғанда бетіне қалқып шықты. Қалай ойлайсыздар? Бұл жердегі кері итеруші күшіміз, Архимед күші неге тәуелді болып тұр? Немеге? Су, судың тығыздығына. Қайсының тығыздығы бұл? Тұзды судың тығыздығы. Яғни жақсы балалар, сіздерде, Сабина? Біз бірінші пластилинді жай домалақтатып салып көрдік, сол кезде ол суға батып кетті, ал оны жайып көлемін үлкейткен кезде ол суға батпай бетінде қалқып тұрды. Жақсы, қандай қорытындыға келеміз? Архимед заңы дененің де тәуелді болады. Өте жақсы, дененің көлеміне де тәуелді болады. Яғни балалар, Архимед күшін біз күшті қандай әріппен белгілеуші? Қандай? F. Яғни F A дейміз. Бұл өйткені Архимед ашты. Жаңа бірінші топ анықтағанда неге тәуелді болды? Сұйықтың тығыздығына тәуелді болды. Ро. Одан кейін немеге тәуелді болды? Дененің көлеміне. Және қараңдаш, бұл дененің барлығын төмен қарай тартып тұратын қандай күш? Ауырлық күші. Яғни ро, біз ауырлық күшін қалай анықтап едік? mg. Яғни осы жердегі G барлық денені төмен қарай тартатын ауырлық күші бар екенін түсінді, және оған кері әсер ететін қандай күш бар екен? Архимед күші. Бұл тек қана ауада және сұйықта әсер ететін кері итеруші күш. Ро, G, В. Яғни мынау сұйықтың тығыздығы, мынау дененің көлемі. Жазып аламыз. Яғни бұл анықталды. Балалар, жаңа тәжірибеде біз сұйықтың тығыздығына, дененің көлеміне тәуелді екенін анықтадық. Енді тағы да осы Архимед күшін қалай анықтаса болады, қалай зерттесе болады. Назарыңызды экранға аударайық. Ығыстырылған су дененің Динамиканың көрсетуін азайтатын күш ығыстырылған су салмағына тең екенін тексеру үшін Архимед шелегін қолданамыз. Бос шелекті деңгей көрсеткіш бағдаршасы бар зерттеуге білеміз. Шелектің түріне көлемі шелек көлемімен бірдей жүгірейік. Бағдарша көрсеткен А деңгей белгілейміз. Жүкті суға батырғанда серпіле сырылады. Бағдарша А нүктесінен жоғары орналасқан Б нүктесін көрсетеді. Жүкті суда қалдырып ығысып шыққан суды шелекке құйғанда бағдарша А нүктесін қайта көрсетеді. Бұл тәжірибеден суға батырылған денеге әсер ететін жоғары бағытталған күш дене ығыстырған су салмағына тең деген қорытынды жасаймыз. Жақсы, өзіміз жасап көрейік, онда. Архимед шелегі дейді. Назарымызды бері аударайық. Мынау міне Архимед шелегі деп аталады балалар. Жаңа біз айттық, мына денені суға салсаң, су не істейді? Ығысады. Ығысқан судың көлемі ненің көлеміне тең деді? Дененің көлеміне тең деді. Ал байқайық. Так, ауадағы салмағы қанша әлше? 1,5 ньютон. 1,5 ньютон, 1,5 ньютонға тең. Енді салайық. Салмағымыз не істеп жатыр? Салмақ не істеп жатыр? Азайып жатыр. Және не істеп жатыр? Су ығысып жатыр. Қазір ығысқанша көрейік. Толығымен батырайық. Міне, сұйық неместеді ығысып болды. Енді осы суды
мынаған қиямыз берілсін. Яғни міне мынаған қиямыз. Қараңдар. Қайтадан салатын болса, қаншаға тең болды? Бастапқы қалпына 1,5 ньютонға тең болды. Түсінікті ма балалар, Яғни бұл жердегі негізгі түйін, жаңа ығысып шыққан судың салмағы немеге тең екен? Дененің, салмағы деп көлемі дененің көлеміне тең болады. Жақсы, отыра қойыңдар. Сонымен балалар, біз бірнеше тәжірибе жасадық. Архимед күші қалай анықталады екен? Кәне кім айтады? Ал Аружан. Архимед заңдық формуласы F тең ρ F тең болады. Бұндағы F кері итеруші күш, ρ сұйықтықтың тығыздығы, бұл дененің көлемі, ал G еркін сөйлеу. Жақсы, түсіндік қой, балалар? Жақсы, дәптерге жазып отырмыз ба? Ондай болса, бұл қайда қолданылады? Жаңа айтқандай, кеме, үлкен кеме не істеп жүреді? Жүзіп жүреді. Ал кішкентай тастасақ не істейді ол? Батып кетеді. Бұл жерде немеге байланысты болып тұр балалар? Кеменің көлеміне байланысты, Сол сияқты ауа шарын жіберсек. Мысалы, от жағы, ауа шарын жіберсек не істейді? Көрдіңдер ме ауа шарын? Оған от жағады. От жаққан кезде жаңа шардың ішіндегі ауа ығысып шығып кетеді де, оны жаңағы төбеге көтеріледі. Кім көтереді? Архимед күші көтеріледі. Өйткені жаңа шардың ішіндегі ауа тығыздығы азайған соң, бізде кері итеруші күш не істейді екен, оны жоғары қарай көтереді. Одан су астында сүңгір қайықтар бар. Көрдіңдер ме? Яғни ол қайықтарда осы Архимед заңы бойынша, принципі бойынша жұмыс жасайды. Одан кейін балалар, балықта не бар мына жерінде? Желбезек бар. Ол не істейді желбезек? Мысалы, жоғары шығатын кезде ол өзінің тығыздығын не істеу керек? Азайту керек. Сол кезде ол желбезекке ол ауа жұтады. Сол кезде балықтың тығыздығы не істейді? Азаяды. Оған кім әсер етеді? Архимед күші әсер етеді. Архимед заңы. Сосын кері төмен түсетін кезде желбезектегі ауаны не істейді? Шығарады. Ол кезде ол тығыздығы не істейді? Көбейтеді. Түсініңіздер ме? Сол кезде Архимед күші азаяды да, жаңа балық еркін не істей алады екен? Су түбіне түсе алады екен. Жақсы. Ары қарай кеттік. Яғни бұл қолдану саласы. Біз бұны барлығын түсіндік. Енді сендерге топтық тапсырма балалар. Ал балалар, біраз сергі алайық. Сергі сәтіне жаңағы Архимед формуламызды қалай түрлендіреміз? Ауызша айтайық. Мысалы, бізге Архимед күші берілген, дененің көлемі берілген, сұйықтың тығыздығын қалай табамыз? Роны қалай табамыз? Кім айтады? Әлшер. Роны табу үшін F-ны бөлемі G-ға. Келісеміз ба балалар? Өте жақсы. Ал егер бізде дененің көлемі, сұйықтың тығыздығы берілгілі, көлемді қалай табамыз? Көлемді Бегүлсім. Өте жақсы. Түсіндік қой, балалар? Ондай болса, келесі кезек есеп шығарайық. Есеп, мынау жасанды интеллект бойынша бізге есеп сіздерге құрастырып беріпті, ал есеп шығарайық. Жақсы. Жазып аламыз берілгенін. Бізге не беріпті? Біріншісін кім оқиды? Айбат оқышы. Бірінші не берілген? Көлемі 0,102 метр куб дене суға толып қатырғанда Архимед күші 200 ньютон болды. Дененің тығыздығын анықтаңыз. Яғни не берілген? Көлем берілген. Архимед күші берілген. Нені табу керек? Дененің тығыздығы. Екінші есепті Сабина. Массасы 2 өлкеген оның 6 дәрежесі килограмм кемейдің суға батырылған көлемін анықтаңыз. Судың тығыздығы 1000 килограмм метр куб. Өте жақсы. Ал жазып алайық. Сөйлейміз. Не беріліп еді бізде балалар? Бірге шығарамыз. Дененің көлемі берілген. Жақсы. Ол қаншаға тең? 0,102 метр куб. Жақсы. Тағы не беріліп еді балалар бізге? Архимед күші берілген. Жақсы. F-A.
Қанша ньютонға тең? 200 ньютонға тең. Жақсы. Нені табу керек еді балалар бізге? Нені табу керек еді? Сұйықтың тығыздығын. Жақсы. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру қажет па? Жоқ, иә? Метр куб ньютонмен беріп тұр. Жақсы. Бірден шешуі дейді балалар. Қандай формула қолданамыз? Роны табу үшін Жоқ, біз бүгін бірінші қандай формуланы өттік? Архимед күшін өттік. Жаза қой. Ро, G. Жақсы. Осы жерде тығыздық табу үшін не істейміз? Жақсы. Бөлшегін сыза қой. Сөйлейміз. Не істейміз? Архимед күшін F-аны G-ға бөлеміз. Жақсы. Орнына қоямыз санын. 200. G-дің мәні немеге тең еді балалар? Жуықтап қанша деп аламыз? 10. Өте жақсы. 10. Көбейтілген 0,100-ден 2. Жақсы. Мына жерде дәрежемен де жұмыс істеуге болады, математикалық білімімізді қолданып. 200-ді дәрежемен жазып жіберейікші. 200-ді дәрежемен 2 көбейтілген сөйлейміз. 2 көбейтілген 200. 2 дәрежесі. Мына жерден бірден көбейтіп жер қанша болады? 10-ға көбейтсек қанша болады? 0,100-ден 2-ні 10-ға көбейтсек қанша болады? 0,2. 0,10-нан 2 оны дәрежемен жаза қой. Қалай жазамыз 0,10-нан 2-ні? 10 көбейтілген минус 1. 1 дәреже, молодец әлші. 2 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі. Енді дәрежемен жұмыс істейміз. 2-ні 2-ге бөлсек қанша? Жазамыз. Бөлген кезде дәреже не істейміз балалар? Азайтамыз. 2 минус 1. 2 минус не істейді балалар? Плюс болады. Сонда неше дәреже болады? 2 минус 1. 3 дәреже болады. 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Немесе ол немеге тең? Тығыздықты немен өлшенеді тығыздықтың өлшем бірлігі? Килограмм бөлінген метр куб. Килограмм. Яғни бұл 1000 килограмм метр куб болды. 1000 килограмм метр куб ол бізде кімнің тығыздығы? Судың тығыздығы. Жақсы отыра қой. Балалар, енді біз 3D куб арқылы, QR код арқылы кіріп, жаңағы жанды сурет әдісі бойынша есептер шығарайық. Қане, QR код бойынша кіреміз. Сол кезде сіздерге жаңағы видео есеп беріледі. 0,2 метр куб дене суға батырылды. Судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб. Оқушылар осы денеге әрекет ететін Архимед күшін табыңыз. Өзен бетінде қалқып тұрған қайыққа массасы 200 килограмм. Қайыққа жүк артылғанда ол суды көбірек ығыстырады. Суға бататын қосымша көлемді Архимед заңы арқылы анықтаңыз. Ауадағы салмағы 50 ньютон. Суға батырғанда таразы 30 ньютон көрсетті. Архимед күшін анықтаңыз. Жазда біз суға түскен жақсы көреміз о балалар? Жақсы. Ал енді суға түскенде біз қандай жағдайда болады екенбіз? Көрейік. Суда тұрған адамға жоғары бағытталған Архимед күші әсер етеді. Бұл күш судың адам денесін жоғары итеруіне ықпал. Судың тығыздығы шамамен 1000 килограмм текше метрге тең. Бұл көрсеткіш суда қалқу мүмкіндігін анықтайды. Егер адамның салмағы Архимед күшінен үлкен болса, ол суға батады. Бұл көбіне демді толық шығарғанда байқалады. Өкпеде ауа болған кезде
адамның орташа тығыздығы азаяды. Сондықтан адам суда батпай қалқып тұра алады. Чокыда таза судың тығыздығы 1000-ға тең, ал адамның тығыздығы 1036-ға тең. Адамның тығыздығы Теңіз суының тығыздығы 1030-ға тең. Сондықтан адам таза суға қарағанда теңізде жеңіл жүзеді. Ұзақ уақыт жүзгенде шаршап, суға бату қаупі туындауы мүмкін. Да. Қауіпті жағдайда ең алдымен сабыр сақтау қажет. Арқамен жатып, қолмен аяқты жайып су бетінде қалуға болады. Жағалауға шомылуға бармас бұрын қауіпсіздік ережелерін білу міндетті. Белгіленбеген жерде суға түсуге болмайды. Ересектердің бақылауынсыз шомылу өте қауіпті. Суға түскен кезде жағалаудан алыс кетуге болмайды. Құтқарушы жоқ жерде шомылу қатаң тыйым салынады. түсінікті ғой, иә? Біз ережелерді қатаң сақтауымыз қажет. Ал балалар, бүгін алған білімімізді біз не істей алуымыз керек? Не істей алуымыз керек? Өмірде қолдана алуымыз керек. Сол үшін бізге функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырма берілді. Мәтінді өзіміз қазір оқып шығайық және сұрақтарға жауап берейік. Дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Жақсы. Ал кірісейік онда, жұмысқа кірісейік. Мәтінді оқып аламыз. Бүгінгі сабақ түсінді ма, балалар? Қызықты болды ма? Жақсы. Ондай болса, білімімізді тексерейік. Ал кәне кім жауап береді? Кері итеруші күш Архимед заңы дегеніміз не? Кері итеруші күштің әсері неге байланысты дейді? Кәне, неге байланысты? Ненің байланысты? Сабина тез. Келе ғой. Сұйықтың тығыздығына және дененің көлеміне. Жақсы. Дұрыс. Архимед заңы формуласы не үшін қолданылады? Не үшін қолданылады? Аға, Аружан. Сұйықтағы дененің итеруші күшін есептеу үшін. Дұрыс. Жақсы. Кері итеруші күштің бағыты қандай? Қалай бағытталады кері итеруші күш? Төменге қарай бағыттала ма? Сұйықтың бетіне перпендикуляр ма? Жақсы. Сұйықтың бетіне перпендикуляр дейді. Қате. Қалай бағытталады? Егер адам суға толық батып кетсе, бірақ түбіне тимесе, ол қандай күйде? Толық батып кетсе дейді, ол жүзе ма, бата ма, қалқи ма? Ал, кім жауап береді? Бегімай. Тез. Қалқиды дейді, көрейік. Үлгірмей қалды. Жақсы. Архимед күшінің формуласы. Кім айтады? Аға, тез. Дұрыс. Архимед заңы кімнің атымен аталады, Әлішер? Архимед. Жақсы. Келесі, кері итеруші күштің әсері қандай жағдайда байқалады? Қай жағдайда байқалады? Айдып. Сұйықта жатқан дене үшін. Жақсы. Сүңгіру қайықтың жүзі тереңдігі қалай реттеуге болады? Тереңдікті қалай нетуге болады? Несін өзгерту арқылы? Салмағын өзгерте ма? Келсеміз ал балалар? Қате, салмағын өзгертпейді ғой ол. Қанаттары бар, қанаттарын арттыру, кемейту. Егер сұйықтың тығыздығы 2 есе артса, Архимед күші қалай өзгереді? Тығыздықты 2 есе арттырса, тығыздыққа қалай пропорционал? Тура пропорционал. 2 есе арттырса, 2 есе арттырса. Молодец, үлгермей қалдық. Жақсы. Ал шығарамыз. Ал шығарамыз. Келесі. Кері итеруші күштің әсері ету үшін не қажет? Не болу керек? Қатты денеде әсер ете ме Архимед күші? Жоқ. Сұйықтың болуы. Жақсы. Кемен су бетіне қалқып тұру себебі неде? Ал, оның көлемі үлкен. Жақсы. Архимед заңының практикалық қолдануы қандай? Су астындағы. Одан кейін ауайы. Жақсы. Келесі. Ал балалар, онда
үй тапсырмасын жазып алайық, мынаны мұқият тыңдайық. Мен үй тапсырмамды жауапкершілікпен орындаймын. Әр пәннен 10 балл алсам, Freedom банк картама 100 теңге түседі. Бұл ата-анама көмек, ал мен үшін алғашқы адал табыс. Әне, жақсы. Жақсы оқу болашаққа жасалған алғашқы қадам. Жақсы білім алу үшін үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындау керек. Күнделігіңді ашып, үй тапсырмасын жазып алуды ұмытпа. Үй тапсырмасы не үшін қажет екенін түсіндік па? Жазып алдық па үй тапсырмасын? Жақсы. Ал балалар, енді бүгінгі сабақты қаншалықты түсіндік? Кері байланыс жасайық, иә? Так. Мына жерді белгілейсіңдер. Мына бала жетейді. Мен Архимед күші тақырыбын әлі толық түсінбеймін. Бұл түсінбеймін дейді. Мен Архимед күшін білемін. Бірақ кейбір жағдайларда оның неге өзгеретінін түсінбеймін. Сұрағым бар. Мен Архимед күшін жақсы білемін. Және оның қалай әсер ететінін түсіндіре аламын. Ал жақсы, сіздер қалай түсіндіңіздер? Ал жігер? Мен сабақта толық түсіндім. Жақсы, келесі, Бегімай. Жақсы, молодцы. Сабина. Мен де бірінші сабақты Жақсы, толық түсіндім. Бегүлсім. Жақсы, толық түсіндік. Айбат, келе ғой. Сұрақтарым бар дейді. Жақсы. Әлшер. Мен сабақты жақсы түсіндім. Жақсы, толық түсіндік. Ерназар. Мен сабақта сұрақтарым бар. Екі баланың Аружан сұрақтары бар екен. Қосымша жұмыс атқарамыз. Жақсы. Толық түсіндім. Жақсы балалар. Ондай болса, үй тапсырмасы түсінікті. Жаңағы бағалау критерий бойынша өзімізді бағаладық. Бағалау жүргізді. Рахмет. Сау болыңыздар.